Осындай қасіретте сен қазақтарды айт. Қазақтарды үндемеген, үні шықпаған зиялы көктейіне керек па бізге? Осындай кезде өлең жазбаған ақынның бізге не керегі бар? Осындай кезде бір пост жазалмаған блогердің бізге көктейінде құны бар ма? Осындай кезде халқына бір дұға жасай алмаған молдалардың бізге не керегі бар? Осындай кезде ел бастап жүрген аталмыш саясаткер зиялылардың Қытайдағы қазақ үшін мәудебінің шықпаса, оның бізге не керегі бар? Не керегі бар? Олардың адам болғанынан, олардың жазушы болғанынан, олардың зиялы болғанынан, олардың молда болғанынан, олардың діндар болғанынан, олардың ел бастайтын, елдің алдында беделді адамдар болғанынан, саясаткер болғанынан бізге не керек, не пайда? Дәл бүгін, дәл осы сәтте сен шығатын кезде шыға алмасаң,